Армысыз құрметті көрермен, Серіктік арнасында Қызыл ауданның қорытынды жаңалықтары, студияда Рахат Рахымжан. Облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаевтың қатысуымен Қызылорда САЗ-М жауапкершілігі шектеулі серіктестігі заманауи кірпіш зауытының іргетасына капсула салу рәсімі өтті. Өңірлік үйлестіру кеңесінің шешімімен жобаға мемлекеттік қолдау көрсетіліп, зауытқа индустриялық аймақтан 7 гектар жер телімі берілді. Құны 2,3 миллиард теңге болатын зауытта жылына 90 миллион дана кірпіш шығарылады деген жоспары бар. Іргетасы желтоқсан айында құйылып бітеді. Құрылыс алаңында 20 жұмысшы, 11 техника жұмыс жасауда. Зауытқа қажетті қондырғылар желтоқсан айында жеткізіліп, алдағы жылдың ақпан айында монтаждалады. Бұл зауыттың басқалардан ерекшелігі өндіріс толығымен автоматтандырылған. Кірпіш зауыты іске қосылса, аймақ сұранысын толық жабалады. Бұдан бөлек жергілікті өнімді көрші өңірлерге сату жоспарланып отыр. Бұл жобаның экологиялық ерекшелігі біріншіден біздің кірпіш зауыты толық газбен жұмыс істейді. Яғни біздің осы қазіргі қоғамдағы көп талқыланатын мәселені көмір қышқыл газы халықтың шомылмауы үшін біз бұл жобаны жан-жақты зерделеп қарадық. Яғни біздің арнайы осы фильтр арқылы тазаланып, ауаға лас ауа бөлінбейді. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясының облыстық филиалы базасында мемлекеттік органдардың әдеп жөніндегі уәкілдерімен кездесу өткізілді. Кездесудің күн тәртібінде әдеп кодексі талаптарын сақтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу бойынша және атқарылған жұмыстарды қорытындылау мақсатында бас қосу өткізілді. Сонымен қатар, әдеп жиынында қызметтік автокөлікті қызметтік емес мақсаттарға пайдалану фактілері бойынша шектеудің сақталуы да сөз етілді. Себебі жыл басынан бері қызметтік көлікті жеке бастың мүддесі үшін пайдаланудың 7 дерегі тіркелген. Сондай-ақ құмар ойынға тәуелділіктің алдын алу бойынша мәселелер қаралды. Отырыста мемлекеттік қызметкерлердің өзін өзі ұстауы, халықпен кері байланыстағы әдеп нормалары сақталуы тиіс қағидалары да сөз етілді. Көбіне мемлекеттік органдарда еркінсіп, этикадан тыс. Енді шында ашу за белгілі бір адамның жағы екінші бет-бейнесінде ашып қояды ғой. Бірақ мемлекеттік қызметкерлерге салқынқандылық, әр нәрсенің байыбына бару, сабырлы болу бірінші талап етілетін дүние. Өзінің осы жағы айтылған тәртіптерден шығып кететін жеке қабылдаулардың тұсында немесе өзінің жағы құзырына кірмейтін сұрақтарды қойған кезде, жағы бұл менің құзырыма кірмейді ғой деп, жағы өрескел, ыңғайсыз мінез танып жататын кездер болады. Тіптен мәселе сіздің құзырыңызға кірмесе де, дұрыс бағытты беріп, жылы сөзіңізді сөйлеу, бұл әрбір мемлекеттік қызметкердің негізгі жағы міндеті деп қабылдаған. Қазақстанда жыл сайын шамамен 400 әйел гендерлік зорлық-зомбылық салдарынан қайтыс болады. Дегенмен бұл қылмыстардың тек 40% ғана сотқа жетеді, ал олардың аз ғана бөлігі қоғамда кеңінен жария етіледі. Мемлекет осы мәселелермен күресу үшін бірқатар шаралар қабылдап, зорлық-зомбылықты азайтуға күш салуда. Қазіргі таңда арнайы орталықтар желісі кеңейтіліп, жедел желілер іске қосылған. Мысалы, Қазалы ауданында өткен жылы 11 ай ішінде 171 тұрмыстық зорлық-зомбылық және отбасылық жанжал оқиғасы тіркелген. Биылғы жылдың басынан бері 145 адам есепке алынса, 45 азамат әкімшілік қамауға алынған. Зорлық-зомбылықсыз 16 күн акциясы аясында өңірде әкімшілік жазаға тартылған азаматтармен арнайы кездесу өткізілді. Қоғамдық ұйым өкілдері мен психологтар қатысып, есепте тұрған азаматтармен сұхбаттасып, отбасындағы жанжалдардың себептерін анықтады. Мамандардың айтуынша көптеген жағдайда тұрмыстық қақтығыстардың басты себебі алкогольдік ішімдік. Осыған байланысты мамандар зорлық-зомбылықтың алдын алу бағытында қарқынды жұмыстар жүргізіп жатыр. Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың орын алу себептерінің басым көпшілігі алкоголизм болып табылады. Қазіргі таңда бөлімнің есебінде, Маскүнемдер есебінде 234 азамат тұрады. Бұл ретте ағымдағы жыл басынан 3 азамат наркологиялық орталыққа, яғни алкоголизмнен мәжбүрлеп емдеу мекемесіне жіберілді. Тұрмыстық зорлық-зомбылық деректерінің алдын алу бойынша қазіргі таңда жергілікті атқарушы органдармен бірлескен меморандум және іс-шаралар жоспары жасалды. Бұл жоспардың аясында біздер тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу бойынша осы аймақтарда, елді мекендерді аралап, жаңа заңның талаптарын түсіндіріп, яғни түсіндірме жұмыстарын жүргізіп келеміз және есепке алынған тұлғаларды тұрғылықты мекен-жайы бойынша аралап, профилактикалық әңгімелесу жүргізіліп, халықтардың құқықтық санасына әсер ету шараларын жүргізіп келеміз. Алаштың көрнекті қайраткері Ильяс Қабылов, Иса Тоқтыбаев және Әбу Құдабаевтың өмірі мен қоғамдық саяси қызметіне арналған тарих тұлға тағылым атты облыстық ғылыми танымдық конференция өтті. Конференция Қызылорда облысының
Қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университетінің Мұстафа Шоқай ғылыми орталығында өтіп, ұлттық тарихтың маңызды беттерін жаңғыртты. Иса Тоқтыбаевтың туғанына 130 жыл, Әбу Құдабаевтың 125 және Ильяс Қабыловтың 120 жылдық мерейтойына орай өткен бұл шара ұрпақтар сабақтастығының, ұлттық рухтың нығаюының айқын көрінісі болды. Конференцияға Қазақстанның әр түкпірінен келген зиялы қауым өкілдері, тарихшы ғалымдар, профессорлар, университет оқытушылары мен мектеп мұғалімдері белсене қатысып, қайраткерлердің елдің мақсат мүддесі жолындағы еңбектері мен өмір жолдарын кеңінен насихаттады. Конференция қаралатын мәселе осы сыр өңірінен шыққан ұлт тұлғалары, Иса Тоқтыбаев, Ильяс Қабылов, Әбу Құдабаевтардың қоғамдағы саяси қызметтеріне талдау жасап, олардың осы ұлт руханиятына қосқан үлесін айқындап, олардың осы бүгінгі істеген еңбектерін талдап, бүгінге оны қажеттісін пайдалану. Конференция барысында Ильяс Қабыловтың Алашорда үкіметінде атқарған қызметі, оның саяси көзқарастары мен ел болашағына деген жанкештілігі сөз етілді. Сондай-ақ Иса Тоқтыбаевтың ұлттық азаттық қозғалыстағы белсенділігі, Әбу Құдабаевтың мәдениет саласына қосқан үлесі, олардың ұлттық рухты көтерудегі еңбектері талқыланды. Халық жауы деп соттап жүрсе, кейіннен енді сол кезеңде өзінің қатар жүрген пікірлес жолдастардың арқасында ол босайды, бірақ қайтадан 38 жыл қайттан сотталып кетеді. Міне содан 48 жылға сотталады, 47 жылы босап келеді, 48 жылы қайтадан босап, қайттан тұтқындап, кешегі Сталиннің соғыстан кейінгі жеке басқа табыну жылдарында қайтадан бұның ісі қозғалып, міне бұл кісі кешегі 54 жыл толық ақталады. Міне көп жылдар бойы өмірінің ақырына дейін ол кісі осы біздің облыстық тарихи өлкетану мұражайында директор болып жұмыс істейді. Міне өзінің өлгенше өзінің осы ұлттық мүддесін білдіріп, өзінің осы ұлт қайраткер ретінде көрсете білген адам бірі сол. Конференцияда тарихшылар тек қана тарихи фактілерге сүйенбей, қайраткерлердің жеке өмірлеріне, олардың қоғамдағы беделіне, халықпен қарым-қатынасына да тоқталып, олардың бейнесін толықтырып берді. Әсіресе тарихтың көмескі беттерін жарыққа шығаруда архивтік құжаттар мен еске алулардың маңызын ерекше атап өтті. Рахат Рахымжанов, Шәкәрім Жұмағұл, Серіктв арнасы. Редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі осымен тамам. Арнамыздан алсамаңыз.